Бүгін біз Tarsia атты сервисін қолданамыз, яғни Tarsia сервисі арқылы осындай пазлдарды құрастыруға болады. Яғни бұл алғашқы кезінде осындай түрде болады. Содан кейін біз оны кескеннен кейін оқушыларға осындай түрде бере аламыз. Содан кейін оқушылар осы пазлды құрастырған кезде, мысалы скаляр шама деген жерге ол мысалы қысымды қояды. Содан кейін жоғары мысалы газдың қысымы артады, сондай сияқты нәрселерді олар құрастырып соңында осындай бір пазлды құрастыруы тиіс. Көріп отырғанымыздай біздің Тарсияны деген бағдарламаны қолданудың әртүрлі жолдары бар. Кейбір мұғалімдер мысалы оны бояп тастайды, я кейбірлер мысалы біздің видео алғашқыда көрсеткенде анда басқа фигура болды. Кейбір мұғалімдер мысалы осындай үш бұрыш сияқты фигураларды қолданады. Мінекей мысалы біздің фигурамыз болған жаңа ғана көрсеткен видеода. Енді осы фигуралардың әртүрлері бар, және де қолданудың өзара әртүрлі тәсілдері бар. Оны өздеріңіз шешесіз. Және де мысалы оны қай жерден алуға болады, ол бізде онлайн сервис емес. Оны біз Google-да немесе Яндекстен іздеп, оны мысалы жүктеп алуға болады. Ол бізде тегін бағдарлама болып табылады. Енді мен осы бағдарламаны өзімнің компьютеріне жүктедім және де орналастырдым. Енді оны қалай қолдануға болатынын қарастырайық. Мінекей мынау жерде мен физиканы ағылшын тілінде оқытқан кезде, мысалы тек қана терминология немесе формулаларды үйрету кезде қолданғанмын. Енді неден бастайық? Біріншісі бізде файл new дегенді басамыз, яғни жаңа Тарсия пазлын құрастырамыз, және де осы жерде осы Тарсияның көптеген түрлері көрсетілген. Мысалы біздің құрастырған осы болған стандарт паркет дейді, тасбақаның арты сияқты. Содан кейін мысалы осы жерде бар кеңейтілген, яғни extended, осы жерде яғни көбірек болып табылады. Олардың мысалы формалары және тағы басқасы. Енді әрі қарай тағы да басқа түрлері, мысалы домино бар, әртүрлі карталар, мынау жерде тіктөртбұрышты карталар, яғни Тарсияның анда көптеген түрлері бар. Енді жай ғана қарапайым, мысалы жаңа ғана мен қарастырғандай Тарсияны қарастырайық. Мысалы оны таңдадық, 12 штук бар дейді. Мұнда тағы да 12, мынау үлкен мысалы бізде табылады, гексагон, мұнда 24 сөз немесе сұрақтарды құрастыруға болады. Енді мынаны таңдайық та окейді басайық. Енді осы жерде жоғарғы жақта біз жазу керекпіз сұрақты. Мысалы сұрақ 1 дейміз да, мынау оның жауабы болып табылады. Әрі қарай, мысалы оң жағында бізде сұрақтардың реті берілген. Екіншіні сұрақты басайық та, мұнда жазайық мысалы сұрақ 2. Мұнда мысалы жауабы 2. Әрі қарай осылай біз өзіміздің сұрақтарымызды қоямыз. Енді мынау жерде стандарт дегенде, presentation деген басқан кезінде, осы жерде мысалы егер де бізде формулалар керек болса, немесе грек әріптері мысалы берілген, содан кейін бөлшектер, функция, интегралдар и так далее. Енді тағы да контент деген жерде де әрі қарай осының барлығы жалғастырады. Енді төменгі жерде tablеды басқан кезде, мысалы осы сұрақ-жауап біздің ыңғайымыз үшін осылай көрсетіледі. Енді output деген нәрсе, ол бізде біз соны принтерден шығару үшін output таңдаймыз. Өйткені ол бізде мысалы A4-те үлкен форматта болады. Жаңа менің алдыңғы видеода көрсеткенде, анда мысалы ол кішкентай, тек қана барлығы A4-те сыйған болатын, ал осы жерде ол уже бізде үлкен форматта шығара аламыз. Енді solution деген басқан жерде, ол бізде мінекей біздің жауабымыз. Қандай түрде біз оны көретініміз, осы барлығы осы жерде көрсетілген. Так, оның
артқы жағы осындай болып келеді. Егер де бізге керек болса. Backside бізге керек жоқ. Енді мысалы outputқа қайтадан басамыз да, біз оны мысалы print деп басамыз да, оны принтерден шығара саламыз, немесе көбінесе Windows'та бізде бар, оны мысалы print to PDF, яғни PDF форматында біз оны сақтаймыз. Мысалы біз қазір оны шығара алмаймыз, мысалы біздің принтеріміз жоқ, сондай сияқты нәрселер. Сол себепті оны мысалы жай ғана мысалы Tarsia 1 деп сақтап қоямыз да болды. Ол бізде PDF форматында содан кейін ашылады. И сондай сияқты, егер де бізде керек болса, solution, яғни оның шешімінде дәл сондай сияқты тәсілмен мысалы Tarsia 1 жауабы, оны сақтап аламыз. Егер де мысалы бізге осы Tarsia'ны жалғастыру керек болса, біз жай ғана файл, save as, яғни оны қалай сақтаймыз? Мысалы, уже Tarsia'ның форматында, яғни содан кейін біз оны қайтадан аша аламыз. Сохранить басамыз да, содан кейін кез келген уақытта оны біз аша аламыз. Мінекей осы бізде Tarsia деген бағдарлама. Тек қана жүктеп алу керек оны, яғни онлайнның қажеті жоқ. И осындай жеңіл түрде біз оқушыларға пазлдарды, міне мысалы, пазлдарды құрастыра аламыз, және де оны мысалы бояп тастаймыз. Көбінесе осындай қара ақ түсті пазл осыда жақсы болады. Назарларыңызға рахмет.